Reddit қолданушылары, сізде қандай бір түрлі немесе заңға қайшы заттар бар? Видеоны бастамастан бұрын, достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен басқа YouTube каналдардағыдай, менің каналымның 90% тіркелусіз қарап отыр, менің каналымның тең жартысы тіркелмеген екен демеймін. Просто кіріп, тіркеліп кетіңіздер. Қызықты видеолардың бәрі алда, сол себепті осы YouTube арнада бірге болайық. Менде Саддам Хусейннің суреті бейнеленген ескі Ирак ақшасы бар. Киттің мұртынан жасалған ойыншығым бар. Оны маған әкем берді, әкеме оның әкесі берген. 60-шы жылдары Қытайда таратыла бастаған Мао Цзедунның қызыл кітабы. Көшірме емес, прям түп нұсқасы. Сондай-ақ менде Гитлердің Mein Kampf кітабының көшірмесі бар. Піл сүйегінен жасалған заттар, леопард терісі. 60-шы жылдарда бір африкалық отбасы сыйға тартқан болатын. Менде 10 банка ананас кесінділері бар. Көп етіп алып алдым. Сол үшін бір түрлі. Жалпы мен жұмыртқаны ананас болмаса жей алмаймын. Не дейді мынау? Сенің есің дұрыс емес екен ғой, жынды. Адам тамақты солай жей ма? Дәмі қалай былай негізі? Нағыз қару, кәдімгі соғыс жылындағы қарулар. Итальяндық ұзын беретті, ол қара түсті және толықтай оқтары мен құралдары бар. Оны маған атам тастап кеткен. Мен Португалияда тұрамын. Бұл елде қару туралы заң өте қатаң. Бірақ оған қарамастан мен әлі сақтап жүрмін. Соломонның кілті атты кітап бар. Негізі кітапта жындарды қалай шақыру керектігі туралы жазылған. Бірақ уайымдамаңдар, мен әлі оны ашпадым, ашпаймын да. Жай үйде тұр. Жалпы қызық қой сондай кітаптың болғаны. Әзілдеймін, дым қызық емес. Арқасында планетаны құтқару үшін өзіңді өлтір деген жазуы бар күртеше. Білмеймін менде қайдан жүрген. Менде солтүстік кореялық доллар бар. Толықтай пілдің сүйектерінен жасалған шахмат. Мен Замбияда болғанда әкем ұсталып қалған браконьерлерден сатып алған болатын. Ол кезде пілдерді қорғайтын ұжымға көмек қатты керек болған. Бала кезінде шиншилла алғым келетін, бірақ ата-анам үйде бағуға қарсы болатын. Кейін әжем жаңа жылға сыйлық ретінде шиншилла жүнінен жасалған ойыншық әкеліп берді. Сол кезде маған олардың тек шашын қиған секілді жүнін ғана алады деп түсіндірді. Енді қазір өсе келе бұның өте жаман нәрсе болғанын түсіндім. YouTube премиум. Сен YouTube премиум сатып алдың ба? Есің дұрыс емес сенің. Жас кезімде Перуге бардым. Сол жерде катакомбалардың бірінде жерде жатырған ескі адам сүйектерінің бірін алып кеттім. Негізі мен шынымен біреудің сүйегін алып кеттім. Кейде ойлаймын, қарғысы тие ме екен деп. Фашиктердің қаны тамған белдік. Атам оны соғыс кезінен бері сақтап жүр. Өзінің айтуынша ол бірнеше немісті өлтірген. Исландиялық жанартаудың шағын тастары. Бізге ол жақта ескертіп айтқан, ол жердегі тастарды алып кетуге болмайды деп. Біз әрине алмаймыз дедік. Бірақ жанартауды суретке түсіріп болған соң күйеуім тастарды теріп тығып қойды. Осылайша бізде шағын болса да керемет тастар бар. Бірақ ұрлап кеткеніміз дұрыс болмады. Бізде 3 жапондық катана қылышы бар. Күйеуімнің досы Жапониядан әкеліп берген. Бір катана, бір бакута қылышы, бір бакидзаси қылышы. Заң бойынша бұндай қаруды үйде сақтауға болмайды. Менде емес, ата-анамның үйінде пілдің аяғынан жасалған үстел бар. Кәдімгі пілдің аяғы, сүйегін алып кесіп сыртын шіремейтіндей етіп қаптап үстел жасаған. Бала кезімде неден жасалғанын естіп қатты қорықтым. Түсіме пілдер кіретін еді. Шыны құтыда майдың астында сақталған 5 грамм уран металы. Қайдан алғанымды сұрамаңдар. Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі солдаттардың тістері. Атам соғыстан өзімен бірге көп нәрсе әкелді. Соның ішінде солдаттардың тістері бар. Және сол кездегі пышақтар. Менде афгандық таяқша бар. Мен оны бір афгандық кісіден энергетикалық сусынға алмастырып алдым. Ол кісінің айтуынша бұл таяқша барлық аурудан емдейді. Оны үстіңе үйкелеу керек екен. Енді менде барлық ауруды емдейтін таяқша бар. Менде моргтағы өлген адамдардың аяғына ілетін биркалар бар. Қателеспесем, бұл жерде Нью-Йорктағы қарттар үйінде өлген адамдардың аты жазылса керек. Менде 8 струналы гитара бар. Мықты деген гитаристерге көрсеттім. Бәрі түсінбей 1-2 шертіп қоя салады. Ал сенде қандай бір түрлі немесе заңға қайшы заттар бар? Комментарийға жазып отыр. Видеоны қарап болсаң, ұнаған болса лайк бас, және де тіркелмеген болсаң, біздің арнаға тіркелуді ұмытпа. Және де біздің арнадағы басқа видеоларды қарасаң болады. Бос отырма, ол жерде қызық видеолар көп. Сенің көп уақытыңды алмаймыз. Әрі кетсе 3-5 минуттық видеолар қарап шықсаң болады. Керемет қызықты видеолар бар. Және де сол тақырыпқа сәйкес комментарий қалдыратын болсаң, сенің видеоңды дәл осылай видеодан дыбыстап оқитын боламын. Сенің атыңмен әрине. Сол себепті тезірек комментарий қалдырып тіркелуді ұмытпа.